апа. Амансың ба құлыным? Қайда жүрсің? Апа, ойыны тапқыр қойыңыздар. Ой, жарайды. Жақсы болған екен. Отыра ғой, достарымды күтейін. Достарым қазір кеп қалады. Айда келсе қазір ойнармыз. Амансыңдар ма құлындарым? Біздің ауылға қош келдіңіздер. Менің баламмен ойнауға келдіңдер ме? Ой, біздің ауылда бүгін қазақтың ұлттық ойындары ойнатылып жатыр. Соның ішінде бүгін біз ұлттық ойынымыз хан талапай ойынын ойнайсыңдар ма? Олай болса, кең жайлауға шығып ойынымызды бастайық. Әжелеріміз асықты 4 түлік малдың ең ұсақ малы қойдың асыл жілінен алынған екен. Сол асықты жуып, тазалап кептіріп, мына дорбаға жинаған екен. Балалар, мына дорбаның ішінде көптеген асықтар бар. Осы асықтарды қазір мен ортаға шашамын. Осы асықтардың ішінде бір ерекше асық бар. Ол қызыл түспен боялған. Оны біз хан асығы дейміз. Қазір мен дорбадағы асықтарды ортаға шашқанда, сендер талапайлап жинап алуларыңыз керек. Қызыл асық, хан асығы кімге түссе, сол ойынды бастайды. Бірінші орын алған балаларға мен алтын сақа сыйлаймын. Олай болса, ойынымызды бастаймыз ба? Алдымен балалар, осы асықтың 4 жартысы бар екен. Қандай жартысы білесіңдер асықтың? Бұл. Тайга. Олай болса, ойынымызды бастаймыз. Талапай, талапай, табылды ойын, алақай. Ал асықтарыңды жинадыңдар ма? Қанекей, қызыл хан асығы кімге түсті? Маған. Ойынды Әрсен бірінші бастайды. Балалар, қанекей, асықтарыңызды санайық. Әрсен, сен де неше асық жинадың сен? Расул, сен неше асық жинадың? Әзірет, сен неше асық жинадың? Санай ғой. Нұргелді, сен неше асық жинадың? Ой, жарайсыңдар. Қазір балалар, осы асықтарыңыздың ішінен бір сақаны таңдап алыңдар өздеріне. Бір сақаны алып қалып, қалған асықтарды мына күмбеге тіземіз, кәнекей. Күмбеге тізе қойыңдар. Бір сақаны алып қаласыңдар. Қазір ойынды бізде Әрсен бастайды. Себебі ол қызыл асық, хан асығын бірінші алды. Ойынды бастамас бұрын мен сен ережесімен түсіндірейін. Қазір мына асықтарды атамыз. Егер де сен асықты ата алмай қалған жағдайда, мен саған мүмкіндік беремін. Ол мүмкіндікті алу үшін мен саған сұрақ қоямын. Егер дұрыс жауап берсең, ойынды жалғастырасың. Түсінікті ме? Олай болса, кәне ойынымызды бастайық. Әрсен бір асықты ала ғой. Асығыңды ала ғой. Келесі кезекті Расулға береміз. Расул, келе ғой. Сақанды алып, асықтарды атуға дайындап. Балалар, хан талапай ойыны мәресіне жетті. Сіздерге ойын ұнады ма? Қазір мен қорытындысын шығарайын. Әзірет, сенде неше асық? Санай ғой. 3 асық. Алихан, сенде неше асық? Бүгінгі ойынның жеңімпазы бізде Алихан екен. Құттықтаймыз балалар. Мына алтын сақаны мен Алиханға сыйлаймын. Жарайсыңдар. Енді бимен көңілімізді көтерейік.